Бүгін біз ұлттық тағам қызыл ірімшік істейміз. Оған керегі міне сүт, сосын қолдың айраны, сосын кішкене қант қосамыз. Қазанымызды кішкене майлап аламыз, жабыспас үшін. Қолдың сармайы. Енді сүт құямыз. Ақырындап сүт құямыз. Міне 3 литр сүт құйдық. Енді 3 литр сүтті қайнатамыз. Қайнап, жамалы қайнайын деп атқанда, бұның үстіне айран құямыз. Міне сүтіміз қайнады. Енді айран қосамыз. Үйдің айраны. Міне айранды қостық. Енді бұл ірейді. Міне сүтіміз іріп атыр мінекей. Астын азайтамыз, бұл ақырындап қайнай береді. Біз көп қайнатамыз бұны, бәлен сағат қайнайды бұл. Енді әуелі 2-3 сағат қайнатып аламыз, сосын көреміз. Мына сарсу түгел кету керек. Былғап отырамыз, асты жабысып қалмау керек. Мінекей сарсу шықты, осы түгел қайнайды. Мынау сарсудың бәрі кету керек. Бұл 5-6 сағат қайнайды, одан да көп. Неше сағат қайнайтынын айтамын. Қызыл ірімшігіміз 3 сағаттан артық қайнады, енді қантын саламыз. Міне қызарып жатыр мінекей уже. Мына су тартылғанша қайната береміз. Мынау су түгел кету керек. Қызыл ірімшікті кейбіреулер обраттан істейді. Кейбіреулер қаймағы алынбаған таза сүттен істейді. Таза сүттен істесе қою болып, әдемі ірімшігің әдемі болады. Ал обраттан істесең кішкене қаттылау болады, сіңірдеу болады. Сол үшін май қосады, жұмсақ болу үшін. Біз енді таза сүттен, таза қолдың айранынан ірттік, жақсы болуға тиісті. Бұны көбінесе жазды күні істейді. Жазды күні сүт көп болады. Сол жазды күні далаға, қазанға істейді. Мен бала кезімде қызыл ірімшікті істегенде, мынандай бір нан қант салғаннан кейін, қант салып қайнап атқан кезде, мынандай бір нанды сып, кішкентай қып кесіп ішіне салады. Ол нан тәп-тәтті болады. Әрі анау қызыл ірімшік тезірек қоюланады. Міне осындай кесіп, сосын жаңа ірімшіктің үстіне саламыз. Сонда бұл пісіп шығады. Нанды сып, енді осыны нанды саламыз. Нан пісіп шығады, сосын жейді бұны. Сосын бір есептен мынау қазір қоюланады. Ірімшігіміз қоюланады. Кезінде шешем осылай пісіретін. Содан көргенім. Енді көргенімді істеп жатырмын. Қазір енді осы нан пісіп шығады. Міне ірімшігіміз дайын. 4 сағаттай қайнады. 3 литр сүт кетті, 1 литр айран кетті. Болған қант салдық. 1 кеседей қант салдық. Сосын нан салдық. Нанымыз да пісті мінекей ішіндегі. Міне наны. Міне наны жаңағы пісті. Осы ірімшікпен пісіп шыққан наны. Тәп-тәтті болады. Анау бүкіл суын нан сорып алады. Бала кезімізде мына нанға таласып жейтінбіз. Нан тәп-тәтті болады. Дәмін көрші. Тәтті болуға тиісті. Тәтті. Тәп-тәтті. Дәмді. Мінекей ірімшігіміз дайын. Наны да пісті, ірімшіктің өзі де пісті. Енді кептіреміз кішкене. Міне кешегі қызыл ірімшігіміз дайын болды. Мінекей дайын. Мына ішіне салған нандар мінекей пісті мінекей. Ал енді қызыл ірімшігімізді көрейік қалай болды екен. Керемет. Наны күшті шығар. Керемет. Тамаша.
Нанның ерекшелігі ірімшіктің сары суын бәрін жұтып алады. Өте дәмді. Тіпті қант та салып керек жоқ. Керемет. Күшті, жақсы. Күшті балаларға, үлкен адамға да кімге болса да бұл ірімшік өте пайдалы. Осылай ірімшікті қайнатыңыздар. 3-4 сағат уақыттарыңыз кетеді. Дүкенде сүт бар. Дүкеннің сүтімен де істеуге болады, қолдың сүтімен де істеуге болады. Балаларға берсеңіздер, өздеріңіз шай ішсеңіздер, өте пайдалы, өте жақсы нәрсе. Осылай істеңіздер.